Экономикадан бір дұрыс қалаш ақпарат таппадым. Мына материал жазып қойын десем, осы интернет қазақ қылымды кім жұмыс жасайды? Үнемі біздің жұмысымыз бөгейтті тұрды. Олжас, мұндай қиындықтарға бірінші жолығып жатқан жоқсың ғой. Оған бола өзгелердің кінәлаудың қажеті қанша? Қалай сонда? Енді өзім аудармашы болуға қалып еді. Қазақ тілінің жағдайы мына мен, сен, Жанардан басталады. Мәселен, сен кеше банкоматты басқанда қазақша таңдадың ба? Жоқ. Ал сенші, Жанар, велосипедіңді сату үшін жарнаманы қазақша бердің бе? Әрине жоқ. Енді өзге тілде берсең, тезірек өтіп кетеді ғой? Міне, осындай түсініктен арылу керек. Негізінде, Олжас, сенің іздеп отырған салаң бойынша қазақша жазылған кітаптар бар. Бірақ ол үшін кітапханаға барып, оны интернетке салу керек. Сонда оның игілігін өзіміз де көреміз, өзгелерге де пайда болады. Ойлан. Дұрыс айтасың, Асылбек. Неге осы басыма келмеген? Айтпақшы, жүріңдер, кітапханаға барайық онда. Бәлкім сол жақтан реферат жазамыз, мәліметтер қараймыз, сайтты ашармыз. Мынауың ақыл екен. Онда сендер кітапханаға барып келдер, ал мен оған дейін сайтты жасап бастай берейін. Асылбек, айтпақшы, жазу реформасы іске асырылып жатыр. Мүмкін осы біздің сайтымызды латын графикасында да орналастырып жүреміз. Иә. Оның қиындығы жоқ. Менің естуімше, қазір Кириллден латынға ауыстыратын арнайы конвертер де бар. Жанар, Асылбекті білмейтін жоқ. Кет кітапханаға бара берейік, алаңдамай. Қазақша жазып, қазақша сөйлегенде ғана тіліміз өркендейді. Қоғамға пайдалы істі ертеңге қалдырмай, өзіңнен баста.